Made with ketchup. Made with ketchup. Бүгін бізде Made with ketchup. оқу сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Әзілхан Нұршайықовтың немере деген мәтінін оқимыз. Бүгінгі мәтіннің Made with ketchup. сабағымыздың мақсаты балалар, мәтінді түсініп оқу, мәтінге жоспар құру, мәтінді мазмұндап үйрену, Made with ketchup. мәтіндегі сұрақтарға толығымен жауап беріп үйренеміз бүгін. Сабақты бастамас бұрын бірінші балалар өзімізге дайындық кіріспе бөлімі, яғни мынау аквариумдағы балықтарды ұстау ойыны. Бұның шартында мына балықтарды аламыз, артында сұрақтар бар, соған жауап береміз. Made with ketchup. Аквариумдағы балықты ұстауға дайынбыз ба? Made with ketchup. Сұрақтарды оқып, соған жауап береміз. Каусар келе ғой. Made with ketchup. Каусар бер ғана. Отбасындағы отанғасы кім? Made with ketchup. Атам. Атам, жарайды. Бір балықты ұстадық. Келесі, келе ғой. Made with ketchup. Made with ketchup. Немере деген кім? Бала. Атасының Made with ketchup. баласын кім деп айтады? Немере дейді. Атасының және әжесінің баласын немере дейді. Made with ketchup. Келе ғой. Балықтардың алдарына алып отырыңдар. Ақ гүлім. Made with ketchup. Әкемнің әкесі кім? Әкемнің әкесі атам. Made with ketchup. Ұстауға жауап бердің ме? Анасының әкесі кім болады? Нағасы. Атам. Made with ketchup. Жарайды, жақсы дұрыс айттың. Сен әкеңе кім боласың? Сен әкеңе кім боласың? Болсы. Made with ketchup. Болсы. Баласы. Болсы. Баласы боламын. Жарайды, отыра ғой. Кеше қасынан Made with ketchup. табылатын кім? Ата-ана. Кім боласың? Made with ketchup. Сен ата-анаң кім боласың? Немере. Made with ketchup. Нағасы әже. Анаңның анасы кім болады, е? Анасы кім болады? Әже. Қандай? Нағашы. Made with ketchup. Нағашы әже болады. Тамаша. Апар отыра бер. Келесі. Кел, Айша. Made with ketchup. Ой, Айша, күтамыз. Не деген? Мына оқшы. Made with ketchup. Ең қымбат. Ең қымбат, Мейірімді. мейірімді Made with ketchup. жан. Кім ол саған? Мейірімді жан кім саған? Made with ketchup. Дұрыс па? Мейірімді жан анаң. Жарайды, Еркеназ бар алға. Еркеназ. Соңғы балықты Еркеназға беріп екен, е балалар? Made with ketchup. Ой, тамаша. Одан кіші қыз, одан кіші Made with қыз ketchup. баланы кім дейді? Қарындас. Made with ketchup.
Made with ketchup. Made with ketchup. Made with ketchup. Made with ketchup. Made with ketchup. Made with ketchup. Made with ketchup. Аквариумда балықты ауладық па? Онда қандай Made with ketchup. атаулармен таныстық? Әкемнің Әкесі кім, атамыз, немереміз, Made with қарындас, ketchup. інім, сосын әкеңнің, анаңның нағашы ата, нағашы дұрыс, нағашы Made with әкем, ketchup. нағашы атам. Жарайды, енді олай болса, біз осы туралы туыстық атаулармен таныстық. Және өзіміздің Made with ketchup. отбасымыз туралы да біз бір-бірімізге таныстыру үшін алдын ала сендерге альбом шығаруды немесе плакат отбасыларды Made with таныстыруды ketchup. сендерге үйге тапсырмаға берген болатынбыз, иә? Бәріміз дайындадық па оны? Олай болса кім таныстырады? Отбасын Made with суреттерін. ketchup. Келе ғой, Найым да келе ғой. Найым өзінің отбасы туралы таныстырсын. Өзі күшті жұмыс істеп келген. Найымның жұмысына Made with қарай ketchup. балалар. Күз кезі. Бұл мен Қазыбек Найым. Бұл менің мектебі. Мен 2-сі Б сыныпта оқимын. Ұстазым Наусан апай. Made with Бұл ketchup. менің жақсы көретін адам. Әже. Бұл менің сүйікті ойыншықтарым. Доп, мәшинем, мұзығым. Made with ketchup. Бұл менің әкем бизнесмен. Бұл менің анам мұғалім. Бұл менің тәтем Made with ketchup. мұғалім. Бұл менің атам ауылда тұрады. Бұл менің күшігім ауылда жеміс-жидектер және көкөніштер Made with өседі. ketchup. Жануарлар бар. Бұл менің отбасының альбомы. Біздің үй 2-сі қабатта тұрамыз. Made with ketchup. Өте жақсы. Найымның туысқандарымен отбасымен таныстық па балалар? Атасы, әжесі, Made атасы with мен әжесі ketchup. қайда тұрады екен балалар? Ауылда тұрады екен. Нелер өсіреді екен атасы мен әжесі? Жеміс жидектер, мамасы мен папасы бизнесмен, мамасы Made with мұғалім ketchup. екен. Жарайсың, Найым. Өте тамаша жұмыс істейді. Келесі бәрімізде дайындап келгенбіз, бірақ 3 топтан 3 баланы ғана шығарайық балалар, иә? Made with Екінші ketchup. топтан Кәусардың жұмысын мен танысайық. Келе ғой, Кәусар. Жақсы жұмыс істеп келгенбіз бәрімізде. Мынау менің атам. Made with ketchup. Атам менің тірегім. Асқар тауым сен едің. Made with ketchup. Асыл әжем, асқарым, белім, асқаруы белім. Сөздерімді құлағыма Made қойып with келемін. ketchup. Одан кейінгі? Әкетайым, Әкетайым. асқаруы. Made with ketchup. Тауым, иә? Жарай. Келесі кім? Анам менің өмірдегі Made with тірегім. ketchup. Анам менің кеудемдегі жүрегім. Сіңілім менің еркелім. Made with ketchup. Еркелейді, еркем, оны ойнатасың, иә? Дұрыс. Одан кейінгі кім? Мен үшін сіңілім маған Made with ketchup. көркем. Ал мынау кім? Тәтең. Тәтем Made with ketchup. Адамдардың бірі екен. Дұрыс. Балалар, Кәусардың отбасымен таныстық па? Кәусарға шапалақтап. Made with ketchup. Жақсы,
келесі кешегі енді үшінші топта Жәнияның жұмысын тыңдайық. Made with Тыңдауға дайынсыз Clipchamp. ба? Жарайды, Жәния үшінші топтан шыға ғой. Өзіңнің отбасың туралы тез таныстырып шыға ғой. Сен жұмысын керемет орындап Made with келесің, Clipchamp. Жәния. Бастай ғой. Менің папаның аты Тұрғанбек. Тамаша. Келесі. Made with Clipchamp. Насихат ағаның аты Асылтан. Made with Clipchamp. Жаңа біз туыстық атаулармен таныстық, иә? Енді бүгін өтетін тақырыбымыз Made with немере, Clipchamp. Әселхан Нұршайықовтың немере деген мәтінімен таныстық. Танысамыз. Немере деген кім екен, балалар, есімізге түсірейікші? Made with Clipchamp. Баласы, яғни баласының баласы ол немере болып есептеледі екен. Енді қарай ғой, бүгін біз өте керемет Made with Қазақстанның Clipchamp. жазушысы Әселхан Нұршайықов туралы атамызбен танысамыз. Әселхан Нұршайықов атамыз 1922 Made with жылы Clipchamp. Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданында Ақбұзау деген ауылда дүниеге келген екен. Ол Ұлы Отан Made with соғысына Clipchamp. қатысқан Ұлы Отан соғысының ардагері балалар. Қазақ Республикасының лауреаты, Made with Қазақстанның Clipchamp. халық жазушысы. Ол кісінің көптеген шығармалары бар екен. Балаларға да арналған көптеген өлеңдер Made with және Clipchamp. ертегілер шығармалар жазған. 2011 жылы дүниеде өткен екен. Сол кісінің немере деген Made with мәтінін Clipchamp. қазір тыңдауға дайындаламыз. Мен оқып беремін. Олай болса, кітабымыздың 40-шы және 41-ші бетін ашып, немере деген мәтінмен танысамыз. Made with Clipchamp. Made with Clipchamp. Олай болса, мен мәтінді қазір мәнерлеп оқып беремін. Бәріміз қолымызбен мәтінді ұстап отырамыз. Made with Clipchamp. Әкесіне өкпелеп көрген жоқ еді. Өйткені әкесі оның сұрағанын беріп, Made with Clipchamp. осыған орай Ахай балалар мәтінді оқып болды. Енді өздерің байқап тұрғандай 3 топқа бөлінді. Бірінші топтың Made with Clipchamp. әже, екінші топтың аты ата, ана тобы, үшінші топтың аты бала тобы. Олай болса, осы 3 топпен біз Made қазір with Clipchamp. жұмыс жасаймыз. Топтық жұмыс жасаймыз, балалар. Топ, әже тобы сіздерге Made with Clipchamp. қазір мына мәтінді оқып шықтық қой, түсіндік қой. Олай болса, мәтіндегі кейіпкерлер кімдер? Со туралы мына жаққа түсіресіңдер. Өздерінің топтық Made with жұмыстарын. Clipchamp. Екінші топ, сіздер ата-ана тобы болғаннан кейін, мына жерге қазір отбасы дегенді қалай түсінесіңдер? Со Made with туралы мына Clipchamp. жерге өзінің білгендеріңді түсіресіңдер. Бала тобы, үшінші топ, иә? Сіздерге мен туыстық атауларды еске түсіру үшін мынадай сөз жұмбақ алып Made with келдім. Clipchamp. Осы сөз жұмбақты шешесіңдер. Бірігіп топ болып жұмыс істейсіңдер. Made with Clipchamp. 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 Made with Clipchamp.
Made with Clipchamp. Балалар, топтық жұмысымызды аяқтадық Made па with бәрі? Clipchamp. Жарайды, тамаша. 3 топта топтық жұмысын аяқтады. Олай болса, ата-ана тобы дайынсыңдар ма? Келе қойыңдар онда. Made with Яспен Clipchamp. жұлдызай өз жұмыстарын қорғасын. Тамаша, міне келеміз. Балалар. Аха, тақтаға шығып бәріміз назар аударып қараймыз, балалар? Made with Clipchamp. Мынау біздің үйіміз. Әже маған ертегі айтып берді. Мен итіммен ойнадым. Дұрыс, тамаша. Made with Clipchamp. Папа маған көмектесті. Менің інім Made with Сабақ Clipchamp. оқып отыр, е? Дұрыс па? Аха, ары қарай. мынау біздің мектеп сыныбымыз. Ата, папа үшеуміз Made with ауылға Clipchamp. бардық. Тамаша. Мен кітап оқып жатырмын. Дұрыс. Мен баскетбол ойнаватырмын. Спорттық Made with ойындармен Clipchamp. шұғылданып жатыр. Балалар, жақсы. Бірінші топ жұмысымызды аяқтадық па? Иә. Мәтінді түсіндік, оқып шықтық. Онда Айзере мен Made with Аслан Clipchamp. екеуін қорғай қойыңдар. Аха, бастай ғой. Біз мәтіннің бәрін орындап шықтық. Оқып шықтыңдар, иә. Сосын біз бәрін Made with Clipchamp. Оқыдық. оқыдық. Мәтіннің Мәтіннің ерлері. Сосын Made with Clipchamp. Ақай, әкесі, анасы, әжесі. Дұрыс. Әкесі қандай адам екен Ақайдың? Оны босамайды. Дұрыс. Made with Clipchamp. Бірақ ол айтқанын істейді. дұрыс, Ақайдың барлық айтқанын орындайды. Made Дұрыс, with өте Clipchamp. тамаша, жақсы түсініпсіңдер. Үшінші топ, жұмысымызды аяқтадық па бәріміз? Иә. Аха, онда оқи ғой. Біз сөз жұмбақты шештік. Made with Clipchamp. Отан отбасыдан басталады. Екінші тапсырмаларың қандай? Аха. Әкеңнің әкесі ата. Сен әкеңе Made кім with боласың? Clipchamp. Бала. Сен мейірімді жан, ана. Дұрыс. Ағайынды адамдар бір-біріне туыс болады. Дұрыс айтасың. Одан Made кіші with қыз Clipchamp. бала қарындас. Сонда Сонда бізде отбасы сөзі шығып тұр. өте жақсы. Бәріміз бірге шештік қой балалар, иә? Made with Бәріміз Clipchamp. атаулармен таныстық. Дұрыс қой, иә? Балалар жаңа бірінші топтық жұмысты өте жақсы орындадық. 3 топта жарайсың деген бағалар алдыңдар. Енді екінші тағы да жұмыс Made бар. with Clipchamp. Бұны да топпен бірге істейміз. Дайынбыз ба балалар? Жарайды. Олай болса, мынадай мен суреттерді берем 3 топқа да. 3 Made топ with Clipchamp. осы суреттерді алып, суретте не бейнеленген мәтінде осы сурет бейнеленген жер бар, иә? Made Сол with туралы Clipchamp. дайындаламыз. Сіздер екінші топ, сендер де дайындаласыңдар. Екінші топ мінекей Made with Clipchamp. тұстары бар, осы туралы дайындаламыз. Үшінші топ, мынау мәтінде қай жері осы берілген, сол туралы Made with дайындаламыз. Clipchamp. Біз мәтінді түсінгеніміз бұл жерде Ақайдың әжесі және әкесі. Made with Clipchamp. Әжесі ауылдан қонаққа келеді. Әкесінен Ақайдың сабағын сұрайды. Әкесі Made with оның Clipchamp. байсалды, уақыты жоқ, жұмысы көп. Ақайдың барлық Made with Clipchamp. тілегін орындайды. Дайын екен, Арунаны шығарыпты. Жарайды, бастай ғой Аруна. Біз мәтінді түсіндік. Made with Clipchamp. Ақайдың әжесі. Ал Ақай оқып шықтым. Ал енді Made with Clipchamp. Ақайдың әжесі. Ал Ақай әжесі айтыпты. Сабағын? Сабағын Made with қалай Clipchamp. деді. Сосын Ақай сабағының Ақай сабағының жақсы екенін айтып шықты. шықты. Жарайсың, дұрыс. Made with Судан Clipchamp. Мұнарлан дайын екен, бәріміз дайынбыз, бірақ Мұнарлан қорғасқысы кеп тұр. Жарайды Мұнарлан, бастай ғой. Made with Clipchamp. Мынау Ақайдың анасы. Ол кітап сөресінен қобыланды кітабын алып берді. Made Ақайға with айтты Clipchamp. анасы. Ақайжан,
әкеңе оқып берші Қобыланды батырдың кітабын. Сосын Ақай зуылдатып әдемі оқып берді. Жарайсың, тамаша мұнарлан керек. Балалар, енді дәптерімізді ашайық. Бүгін күннің ретін жазып қойдық. Әзілхан Нұршайықовтың немере деген. Енді үшінші топтық жұмысымыз бар. Ол әр қайсымызды тыңдап алайық, сіздер әже тобымыз, сондықтан әжеге байланысты 5 жолды өлең жазайық, шығарамыз. 5 жолды өлең бастаймыз, жаза береміз. Екінші топ ата-ана тобы болғандықтан сіздер ана туралы немесе ата туралы 5 жолды өлең шығарамыз. Кестік қой? Жарайды, бастаймыз. Үшінші топтың сабағымыз аяқталуға жақын қалды. Немере мәтіні туралы өте керемет мағлұматтар алды. Енді қорытындылау үшін бүгін мәтіннен жаңа жақсы нені естідіңдер, нені көрдіңдер көздеріңмен, және мәтіннен жүректеріңе қандай жақсы нәрселерді өздеріңе алдыңдар. Сол бойынша қазір қолдарында стикерлерді таратамын, соны келіп осыны қайсысы саған ұнайды, сол туралы жапсырып шығамыз. Кестік қой? Балалар, енді қолыңыздағы стикерді топпен бірінші әже тобы келіп, анам біреуіне келіп жапсыра қойыңдар. Әже тобы тұрамыз.